Кейін осы Астанадан бір қызымыз ақ деген не деп сұрапты менен, оны өзіне жеке жауап беріп қойдым ақтықтың екенін. Ақтықты мен өзім үйден орамал салып ішіне ақша түйіп алып барғам. Бұрын барғандықтан судан су аламыз ғой. Қазақта үйге су құйып алдық. Жуынатын, ішетін, көз жуатын. Судың да сұрауы бар деген атамыздың қазақтың сөзі бар. Сондықтан бұл жағдайдың барлығын қазақтың дәстүр салтын білгеннен кейін мен соны ақтықты байлап, сол жерден немереме бір ақтық жіңішке марлы өзіме алдым. Алып жатқанда біраз кішкене жаңа апарған адамнан сөз болды, бірақ мен оны оған түсіндіріп айттым. Сіз ондай нәрсені түсірмеңіз, адам ниет етіп не алып жатыр, өзі біледі дедім. Ниет етіп сен осыдан жазыласың десе, баяғыда бір әскер солдат келе жатып, қараса бір үйдің есігі қақса, үлкен орыстың бабушкасы ауырып отыр екен дейді. Ауырам, мен өлем, сен жақсы келдің ғой депті. Сонда айтқан екен, жоқ, сіз жазыласыз, қазір сізге бір дәрі берем деп, даладағы иттің пометін алып келіп езіп берсе, кемпір жазылып кетті да, сол ұлды өзіне бала кейіннен сол үйді қалдырып кетті. Бұны не үшін айтып отырмын? Осындай мысалдар болмаса адам қалай өмір сүреді? Сондықтан қай нәрсені өзіңе тілеу қабылдап, қай нәрсені өзіңе осы ем болады десең, шипа болады деп мен ойлаймын. Осындай жағдайды ол жігітке де мен айтып өттім.